Синоптиктер ай соңына дейін аптап ыстықтың беті қайтпайды деп отыр. Болжамға сүйенсек, оңтүстік өңірлерде сынап бағанасы 49 градусқа дейін көтеріледі. Қазір мұндай күн райынан тек Қазақстан емес, әлем елдері әбігерге түскен. Ми қайнатар ыстық өткен айда Еуропа жұртын алаңға салып, өлім-жітімнің көбеюі жиілеп еді. Әлемге көз салсақ, Германияда 5000-нан аса азамат жан тапсырса, француздар да адам шығынын аптап ыстықпен байланыстырған. Ал фронтальдық ауа массаларының мұндай өзгерісінен Қазақстанда өткен тәулікте бірнеше орман өрті қатар тіркелді. Мамандар әлі де өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталып отыр деп дабыл қағады. Шілденің шіліңгір ыстығы әлі де бет қаратпай тұр. Соңғы айларда сынап бағанасы 35-39 градустың төңірегінде болғанымен, Қордайда күн райы құдды 45-тен жоғары ма дейсің. Апшыны қуырған аптап ыстықтан азаматтар қалай қорғанып жүр? Тұрғындармен тілдесіп қайтқан ек, бірге білейік. Киім киіп жүреміз, шляпа киеміз ыстықта. Енді басқа қалай қорғанасың? Өзіміздің жасымыз келген адам, пенсиядағы адамбыз. Бізге ыстықтан қорғанып, салқын жерде демаламыз. Жаңағы сусындарды, сұйық нәрсені көп ішуге тырысамыз. Сағат 8-ден 6-ға дейін жұмыстамын. Жұмыс уақытында далаға шықпаймыз. Содан ыстыққа онша шықпаймыз. Жұмыста кондиционер бар, салқын условияның бәрі бар. Ыстықты онша көрмейміз. Душқа түсеміз, бассейнге түсеміз, жақтаға. Солай. Қайта кондиционер қосамыз. Аптап ыстықтан енді шомыламыз, бассейн, су шашып. Мен өзім мұғалім, балалармен далаға шығып, су шашып ойнаймыз. SPF кремдер, солар шапқылы қорғанамыз енді. Бұл ретте аймақтағы төтеншеліктердің ескертуін ескерген абзал. Аптап ыстықта әбігерге түспеу үшін өзен көлдерде жағалайтын жұрт қауіпсіздік талабын қаперде ұстауы керек дейді олар. Өйткені қарапайым демалыстың қайғылы жағдайға ұласуы бек мүмкін. Жаз мезгілінің басталуына байланысты тұрғындар ыстықтан қорғану мақсатында бассейндерде шомылу саны артады. Осыған байланысты рұқсат етілген орындарда шомылуға шақырамыз. Яғни ол жерде арнайы құтқарушы мамандар кезекшілікпен жұмыс атқарады. Ол орындарда медициналық көмек көрсетуге дайын. Қоса кетейік, мұндай ауа райы әсіресе созылмалы ауруы бар азаматтар мен қарттар үшін қиын. Балаларды да бақылауда ұстаған абзал. Күн астында көп жүрмей жиі су ішу ағзаңызды ауыр салдардан сақтайтынын есте ұстаңыз. Мадина Оқас, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.